шашақ жасайтын күлтені жасау үшін мен әуелі мынадай қылып жіпті ширатып алдым. Осыған мынадай 80 моншақ өткіздім. Мынаған сәл жіңішкелеу жіпті, инені жіңішкелеу инеге моншаққа сиятындай инені өткізіп алып, осы 80 моншақты өткіздім. Сосын мен бұл ұршықты төменге бүйтіп мына жерде станогымның несіне астына тығып қоямын. Бір аяғымен бір шетін тіреп отырамын. Сосын барып осы мына жіпті бүйтіп қолыма орап, мына қолымды бүйтіп кең қылып ұстаймын, мынадай қылып. Мына орадым, мына аяғымен әкеліп, мынадай моншақты бүйтіп бөлшектеп бәрін тізіп аламын. Бұның бүйтіп отырған себебім, мына моншақты өткізгеннен кейін жіп босап кетеді. Мынадан ширатқан жібіміз босап кетеді. Босап кеткеннен кейін барып, ана күлтеміздің шашағы дұрыс болмай шығады. Ширатылмай. Мына қолды бүйтіп қатты керіп отыру керек. Әйтпесе бүйтіп бүктетіп жиналып қалады, қолың қысылып қалады. Сондықтан саусақтың басын бүйтіп ашып отыру керек. Мынадай моншақтың бәрін өткіземін. Қолым басына жинап жатырмын, моншақтың бәрін қазір қайтадан ұршыққа ширатып төгемін. Осы міне 80 моншағымыздың несі таусылды. Енді мынадай пустой неден моншақсыз жіптің өзінен 30-ын орауым керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынаны қатты тартпау керек, тартса қолым қысылып қалады. Сондықтан мынаны кері ұстап отыру керек. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30-дан кем болмау керек, артық болмаса. Міне 30-ды орадық. Енді мына ұршықты алып, осы жібімізді қайта ширатып шығамыз. Моншақ қосылған жіпті қайта ширатамыз. Моншақ өткізген уақытта мына ширатылған жібіміз босап кетеді деп айттым ғой жаңа. Сол босап кеткенде шашақтың күлтесі нашар болып шығады. Солбырыңқы болып шығады. Мынандай болса пысық болып тұрады. Өстіп мына орап алған 30-ды, сосын моншақтың несі 80 моншақ таусылғанша өстіп түгел қайтадан ширатып ұршыққа ораймыз. Жаңағы нетпеген, моншақ өткізілмеген жағынан 30 рет орап алдым ғой қолыма. Соны түгел шираттым. 30-дан артықтау қылып ала беру керек. Моншаққа бөлген уақытта жетпей қалуы мүмкін. Енді моншағы бар бөлген ширатып, бұны да мына төменгі жағына орап қоямын бүйтіп. Міне мынадай қылып орадым. Осындай қылып мына қолымдағы моншақтар 80 моншақ таусылғанша ширатамын. Кішкене бүйтіп жіберіп кірейін. Мынау деген мынадай пысық болып тұру керек та, әр моншаққа бөлінген уақытта әдемі болып шығады. Барлық моншақтарды бүйтіп орап болдым. Мынадай қылып. Енді осы ұршықты қайтадан дағыдай жерге қоямын. Бір шетін ағаштың, кілем ағашының несіне тығып қойдым. Бір шетін мына аяғымен тіреп отырам. Сосын мынадай қылып шығарып алам. Содан кейін мынаны бүйтіп іліп шалып, мына жуан инеге мынадай жіпті сабақтап қойған, мына жуан инеге осыған өткізем. Менің бәрін жаңағыдай тізген күлтенің бәрі мына жіптің бойына ілуім керек.
Ол үшін мен мына жуанелеге мынандай байлап алдым. Мына өлшеуіш 10 сантиметрлік пластигімді қойып, мынаған оралып қалғыш қолға бүйтіп іліп қоямын. Аяқпен ана жақтан жіберіп отырам, ұршықты басып отырам. Мынандай қылып күлте жасаймын. Шашақтың күлтесін. Осылай болып тізіліп, мына бір иненің бойы толды. Осыны мына жіпке жібереміз енді. Ол үшін мына моншақтарды бір-бірлеп шығарамыз. Бүйтіп шығарып аламыз. Бүйтіп айналдырып орап жібере бересің шығарған жеріңді. Енді бұл аяққа жылыстап, мынаны мықтап ұстап отыру керек. Ине қайта шығып кетсе, моншаның бәрі тарқатылып кетеді. Ширатылып тұрған жіп болғасын, ол шатысады. Мына шетке қарай қайта қозғап, инені де мына қарай тағып, тағы да қалған жіптерді бүйтіп шығарамыз. Бәрі бір жаққа шығарып отырамыз. Мына жерді до конца шығармаймыз, екі-үшеуін қалдырып, қайтадан тағы мына жақтағы моншақтарды тіземіз. Мына иненің бойында екі моншақ қалдырдым, мына қолыммен мықтап ұстап отырамын. Мынаны бүйтіп қозғап, мына жіптің, мына жақтағы жіптің бойына өткізе береміз. Сосын мынаны былай инені итеріп, мына жіптерді былай қарай шетке шығарып, қатты шығып кетпеу керек. Сосын тағы да қалған мына моншақтарды мына жақта аяғыма басып отырмын бір жағын. Мына аяғымда ұршықты аяқпен басып отырмын. Сонда мынандай қылып тартып істеуге болады. Әйтпесе ана ширатылған жіп татау болып жұмыс жасатпай қояды. Ширатылып қала береді. Мына жерге екі салып отырған себебім, мына жіптің бойына өткізген кезде сөгіліп, бір жағына ауысып кетпейді. Сондықтан екі реттен салып отырмын. Міне мен мына иненің бойын екі рет толтырып өткіздім. Мына бетке енді мына үшінші рет толтырып өткізем. Моншақтарым таусылды. Сонымен бұл жұмысты осылай аяқтаймын. Мынаның бәрін мына жіптің бойына қарай шығарамын, инені босатамын, пластикті босатамын. Міне ең соңғы инені шығардым. Мынаны алып тастаймын, мына инені босатамын. Мынаның бәрі мына шетке қарай ауыстырамын. Ең мына шеткі бағанағы шашақты бастайтын кездегі жіппенен мына кейінгі екі жіпті бүйтіп байлап қоямын.
мынадай қылып байладым. Енді мына шашақтың бойын түзейміз. Шашақ былай ауысып кетті ғой бағана арасы. Алшақ болып кетті, соның бәрін әдемілеп орнына келтіреміз. Мына жерде мына біреу айқасыпты, сондықтан мына бүйтіп айналдырып жібереміз. Мына жерде тағы қисық болып тұр, енді қайтадан бері қарай айналдырып қараймыз. Қалай болады екен, былай айналдырам ба? Міне енді қазір менің жөндеп ана іркіс-тіркіс болып тұрған жерлердің бәрін реттеймін. Мына айналып кеткен жерлер болса, оны жөндейміз. Айналып кетпей былай селкеу болып тұрған жер болса, оны да жөндейміз. Сосын мына бұрынғы бағана кесіп алған жерді мына өткізген жіппенен бірге байлап тастаймыз. Мына жейнені алып қоямыз. Мынаның мынадай болып селкеу болып тұрған жерлердің шашағының бәрін жөндейміз. Тартып моншақтан тартсаң, мына шашақ түзеледі. Қыртыс болып тұрған шашақтың бәрі түзеледі. Әдемі қалпына келеді. Бұл осындай кезең-кезеңмен жұмыстан өтеді. Шашақ жасау оңай емес. Дайын тұрған шашақты біреуге бере салуға оңай болады да, бірақ оның істелу процесі көп. Ұзақ уақыт алады. Міне, енді бағанағы байлап қойған екі жағын байладық қой, соны мен бетемін да. Мына жерін ілгіштеп байлаймын. Сосын осындай жасалған шашақтардың күлтелерін мынадай жәшікке сала беремін. Міне мынаның ішінде мынадай бар. Жасап қойған мынадай бар, мынадай қызыл бар. Осындай бірнешеуін жасап, несін дайындап қоя берем. Бұл дайындық жұмыстары. Сосын мына жерде тағы да қалған жіптер, қалдықтар. Мынау да дайындықтары, мынандай қылып шашақтардың бауыменен шашақ жасап, осындай қылып жинап қоя берем. Өстіп, осылардың түріне жаңағы дайын болған күлтелерді байлап, әркімнің қалауына қарай, керекті жасайын деп жатқан затының бақытына қарай өстіп жасап қоя береміз. Шашақ жасау деген осындай жұмыстардан тұрады. Жібін ширатып аласың, одан моншақ өткізіп аласың, одан ол жіпті тағы да ширатып аласың. Мынадай қылып қалғанын жинап қоя тұрамыз. Бұған енді бір шашақтарды дайындау үшін 2-3 ұршық керек болады. Бұна әр жіптің ұршықта тұрса тіпті жақсы. Бөлек жинап қойғаннан гөрі ұршықта тұрған жақсы болады.